Қазақстанда коммуналдық қызмет ақысы өтелетіндердің ауқымы кеңейді. Жалпы тізім қоғамның ең осал топтары ретінде саналатын 7 бірдей санатты қамтиды. Оларға наурыз, сәуір айларының әрқайсысы үшін 15 мың теңгеден беріледі. Оның ішінде бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектер, екінші дүниежүзілік соғыстың мүгедектері мен қатысушылары және соларға теңестірілгендер бар. Сондай-ақ мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған және көп балалы отбасылар. Оған қоса ең төменгі және одан төмен зейнетақы алатын зейнеткерлер, жалғыз басты зейнеткерлер де осы санатқа кіреді. Және де мемлекеттік немесе қоғамдық әскери немесе құқықтық міндеттерін орындау кезінде қаза тапқан адамдардың отбасылары мен атаулы әлеуметтік көмек алатындарға да коммуналдық көмек көрсетіледі. Бұдан басқа жергілікті бюджет шамасына қарай бұл тізімді ұлғайта алады. Барлығы 1 миллион 600 мың отбасы осы санаттарға кіреді. Оған үкіметтен 49 миллиард 300 миллион теңге бөлінді. Ол қазір барлық өңірлерге таратылды, яғни карантин жарияланған барлық елді мекендердің тұрғындарының жеке есеп шоттарына түседі.